Бүгін Қазақпыз ғой жобасынан көретіндеріңіз. Әділет министрі Азамат Ескараев Ринат Зайытовтың шырағына жауап бере алмай, әбден қобалжыды. Әділетті Қазақстанды орнатуды қашанға жоспарлап отырсыздар? Қызылорда облысының экс-әкімі ханның қызы деп атаған көп балалы ана және блогер Сандуғаш Тұрлыбековаға қылмыстық іс қозғалды. Ханның қызысыз ба? Жолды жаптырады. Неге өтесіздер келіп? Алтынбек Сәрсенбаевтың ағасы Ырысбек Сәрсенбай өзіне күш қолданған полицейлерді сотқа бермекші. Я готова последний день жизни своей достаться, чтобы вы сели вместе с вашим бандитом Тоқаевым. Жүрсіннің жүйрігі атанған танымал айтыскер ақын Әнуар Омаров 6 жылға сотталды. Бәріміз де жабамыз сол есікті. Жалғансың деп мұңғай талап. Ассалаумағалейкум, басында бірнеше кредиті болса да, той жасаудан жалықпайтын қасқыр мінез қазағым. Мен білемін, біздің елде бәрі жақсы, тек болмай тұр әділдік, амалғанша жуаспыз ғой, бәріне де бағындық деп 30 жыл жүрдік, енді тағы 30 жыл жүретін сияқтымыз. Мені меңзеп отырғанымды түсіндіңіздер деп ойлаймын. Атына заты сай келмейтін әділетті Қазақстан деп әндетсек те, елімізде ақша мен биліктің дәуірі әлі де жүріп тұр. Неге? Мәжіліс депутаты Ринат Зайытовты да осы мәселе толғандыратын көрінеді. Ол парламент жиналысында дәл осы сауалды әділет министрі Азамат Ескараевқа төтесінен қойды. Әй, красавчик. Зайытов Ринат Рифқатұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің бірінші сұрағым Азамат Неспайұлына. Азамат Неспайұлы, біз осы заңның аясында ұсыныс беріп отырмыз, мына 429 бапқа қатысты. 429 бапты өзіңіз білесіз ме? Қоғамнан оқшаулауды қамтамасыз ететін мекеменің қызметкеріне және оның жақындарына үтір, сондай-ақ сотталған адамға қатысты күш қолдану қатерін төндіру немесе олардың денсаулығына немесе өміріне қол сұғу дейді. Бұл қалай? Біз қылмыстық кодекстің бір бабымен адамды соттап отырмыз, екінші бабымен қорғап отырмыз. Бұл неге жол ашып отыр? Мекеме әкімшілігімен келісімге барып алып, басқа сотталушыларға зорлық-зомбылық көрсетіп отырған фактілер жетерлік. Осы орайда біз осы сондай-ақ сотталған адамға қатысты деген жерін алып тастауды ұсынып отырмыз. Осы жайлы өзіңіздің пікіріңізді білгім келеді. Екінші сұрағым, бүгінгі заңға қатысты болмаса да, енді айтатын басқа жерім жоқ, сондықтан айтуға мәжбүрмін. Ішкі істер министрлігі, бас прокуратура, жоғарғы соттың өкілдеріне біздің президенттің халыққа үміт берген бір сөзі әділетті Қазақстан деген сөз еді. Қазір Қазақстанда кез келген адамды көшеден алып кете салып қамай алатын ішкі істер министрлігі бар. Оған жоқ жерден айып тағатын прокуратура бар. Оған шешім шығара салатын сот бар. Осы орайда сұрақ, әділетті Қазақстанды орнатуды қашанға жоспарлап отырсыздар? Шынымен де биліктегілер әділетті Қазақстанды орнатуды қашанға жоспарлап отыр екен? Ал әділет министрінің жауабын тыңдап көрейік. Әй, қазір мықты жауап беретін сияқты. Рахмет, сұрағыңыз орында. Бұл жұмыста тобы шеңберінде қарастырылатын мәселе және де жан-жақты мемлекеттік органдармен қайта пысықтап, сіздің сұрағыңыз бойынша қосымша жауап беруге дайынбыз. Рахмет, сұрағыңыз орында. Орынды сұраққа орынсыз жауап берген Азамат Ескараевтың ештеңені қарастырмайтынын белдегі балада түсініп отырған шығар. Сіздерден сұрайыншы, жақшаның ішіндегі әділетті Қазақстанда әділет қашан орнайды деп ойлайсыздар? Өз басым әділетті Қазақстан деген тіркесті естігенде еріксіз күліп жіберемін ше. Неге десеңіздер, біздің заң тек шенеуніктер мен дөкейлерді ғана қорғайды. Оған мысал Қызылорда облысының экс-әкімі Гүлшара Әбдіқалықованы ханның қызы деп атаған Сандуғаш Тұрлыбекованың оқиғасы. Көрген шығарсыздар. Бізді маршрут тоқтатып, сіңдерді берғай жайу келді қой, больницаға. Больницаға келатыр деп, осы келатыр деп. Ханның қызысыз ба? Жолды жаптырады. Неге өтесіздер келіп? Келе жатқанда. Халықты қорлайсыздар, халықпен бірге емессіздер. Келесіздер, әшейін сәнін түзеп, ән түзеп кетесіздер, дымда бітірмейсіздер. Әдем киімді киіп ал. Айта дейсіңдер, ренжіп. Біз деген қандай қалға бір жеп жатырмыз жақта. Машинаға тығылға, несін әкім? Халықтың арасында жүрмегесін, неменеге әкім? Аурулар көріп келді ғой. Халықтың арасында болмағасын, несі әкім? Жаяу жүрсін біз ұқсап. Өз басым Сандуғаштың бұл сөзінен ешқандай қылмыс көріп тұрған жоқпын. Біздің шенеуніктердің құдды бір құдайдың құлағын ұстаған ханның қызындай талтаңдап жүретіні өтірік па не? Әкімдердің тәкаппар әрі пасық екенін бәріміз білеміз.
Алайда Тұрлыбекованың бұл сөздері екіс әкімнің шымбайына батып кеткен сияқты. Сол себепті блогерге қылмыстық іс қозғалды. Ал керек болса. Есігімді бұзып жатыр уже мен. Үйде тұршы. Есігімді бұзып жатыр уже білмеймін. Неға тұр? Есігімді бұзып ашып жатыр. Түсінбейтім, қайда кетіп жатырмын. Қазақ елі маған көмектесіңіздер. Балаларымды қорғаңыздар, мені қорғаңыздар. Білмеймін, түсінбеймін, жала-жала. Не екен түсінбеймін, қылмыстық істейді. Жалғыз басты әйелмін, 5 балам бар. Осыны әділеттік айтқаныма ма білмеймін, түсінбеймін. Қылмыстық іс бар, сіз осыны алып кетуіңіз керек деген бір нәрсе бар. Неге бұзып жатсыздар есікті? Не үшін бұзып жатсыздар? Не үшін бұзып жатсыздар есікті? Ал енді бұл істің мән-жайына келер болсақ, Қызылорда облысының полиция департаментіне облыстың 2 тұрғыны жүгініп, Сандуғашты қылмыстық жауапкершілікке тарту жөнінде арызданған. Бұған себеп Тұрлыбекова бопсалау арқылы ар-намыс пен қадір-қасиетке нұқсан келтіретін мәліметтерді таратамын деп қорқытып, Әбдіқалықовадан ірі көлемде ақша талап етіпті. Осыдан кейін Тұрлыбекова ауыр қылмыс жасады деген күдікке ілініп, бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалған екен. Құрметті көрермен, арамызда Сандуғаш Тұрлыбекованы жақсы танитындар болса, айтыңыздаршы, Сандуғаш ханым шынымен де осындай қылмысқа баруы мүмкін бе, әлде Гүлшара ханым блогерге жала жауып отыр ма? Пікірлеріңізді күтемін. Өз басым полицейлердің сөзіне сенбеймін, және сенгенде емеспін. Себебі жоғарыда айттым ғой, біздің елде әділдік жоқ. Әділдік демекші күні кеше қоғам белсендісі Рысбек Сәрсенбай мен құқық қорғаушы Маржан Аспендиярованың ұсталғанын білесіздер ғой. Я готова последний день жизни своей дождаться, чтобы вы сели на скамью подсудимых вместе с вашим бандитом Токаевым. Все, мне не показывают. Давай. Успеха телефон қайтарыңдар. Ешқашан көрінді өкірсің. Дай мене соған Сен дүниеге келдің. Солай болсын. Жаңазада адамы жаман адам дейсің. Жаңазада жаназаларында туыстардың жаназасына келіп айтсам мен, бұл адамның туыстары Аяңызда ардан осындай қамаған, осындай тапқан, осылар деп аты жөнімді айтсам соны. Бала саған ұян болып, бала саған бетіне түкіретін болсын. Байқасаңыздар, ұстау кезінде полиция қызметкерлері дөрекі күш қолданып, осының салдарынан Рысбек ағаның қан қысымы 300-ге дейін көтеріліп, жансақтау бөліміне түскен. Не себептен жаңағы нені күштеп алдыртқан туралы. Алайда бұлар ешқандай күш қолданбадық дейді. Егер күш қолданбаса, Маржан Хасеновна мен Рысбек Сәрсенбайұлы қазіргі таңда ауруханаға кетпес еді. Дәл осы оқиғадан кейін Рысбек Сәрсенбайұлы өзіне күш қолданған полицейлерге шағым түсірген. Бұл туралы Адам құқығын қорғау бюросында өткен баспасөз мәслихатында адвокат Жалғас Сапарханова мәлімдеді. Полиция қызметкерлері тарапынан Рысбек Сәрсенбайұлы мен Маржан Хасеновна қатысты күш қолданылды. Қазіргі таңда осы фактілер бойынша Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігіне және Алматы облыстық прокуратурасына, Талғар аудандық прокуратурасына 9 наурыз 2024 жылмен менің тарапынан шағымдар түсірілді. Қалай болғанда да шектен шыққан полицейлер барынша жазаланады деп сенемін. Жазалану дегеннен шығат, жүрсіннің жүйрігі атанған танымал айтыскер Әнуар Омаров 6 жылға сотталды. Әнуар Омаровты танисыздар ма? Ой, мынаушы. Жүйткейді жүйрік аттай жылдар ағып, өмірің өтпейді екен гүл оранып, ашың менен тұшыңды тату үшін дүние есігіңнен бір қарадық. Талпын сақта төріңе тынбай талап, кімге бердің сыртыңды кімдай қалап, бәрімізде жабамыз сол есікті. Жалғансың деп мұңғай талап. Бұған не болды деп ойлап отырсаңыздар, оқиғаның мән-жайын айта кетейін. Омаров айтыстан бөлек Ұлытау облысы мәдениет басқармасының басшысы болып қызмет атқарды. Басқармада жүріп, облыс аумағындағы ежелгі қорымдардағы археологиялық қазбалар жөніндегі жұмыстарды
мемлекеттік сатып алу шарты бойынша актілерге қол қойғаны және жалпы қамқорлығы үшін мердігер ұйым өкілімен сөз байласып 2 миллион теңге көлемінде пара алып ұсталып отыр. Айтыскер енді 6 жыл бойы сахнада емес, түрмедегі пахандарға өлең оқып, зектермен айтысатын болды. Дүние-ай есігінен бір қарадық. Талпынсақта төріңе тынбай талап, кімге бердің сыртыңды кімдай қалап? Бәрімізде жабамыз сол есікті, жалғансың, жалғансың деп мұңғай талап. Бүгін айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Біз қасқырмыз, осыны ұмытпаңыздар.